Қожа әкесіне тартып пысық бір тоға болып өсті де, әкеден қалған шаруаны дөңгелетіп әкетті. Қожаның бұл тірлігін көре алмаған әкесінің інілері Шалабай мен Далабай тапа-тал түсте шалдан қалған 4-5 тұсақты айдап әкетті. Ағаларына өкпелеген қожа, ағайынмен алысқанша абыройымды сақтағаным жөн деді де, бір түнде көшті де кетті. Ертесіне қожа отауының түтіні Марқакөлдің жағасынан шығып жатты. Марқакөлдің жағасында қожаның Ардақ атты қызы дүниеге келді. Ардақтан кейін қожаның кемпірі бала көтер алмады. Бір үйдің ұлы да қызы да бір өзі боп ерке тотай өскен Ардақтың тілі де шолжаң болды. Қанша ысылдаса да ырға тілі келмей әке шешесінің дымын құртты. Бұған қожа қатты налып жүрді. Аспаннан былғары жауса, құлға оқшан тайлық теймейдінің кері болды қатын. Жалғыз қызымыз сақау болып, әлі талай санымызды соқтырар. Елде ес бар ма? Түрін емес, тіліне қарап айттырмай ма деп қорқа. Қожаның күдігі дәл келді. Ардақты айттырып келген ешкім болмады. Бұл кезде інісіне шырындап өшіккен Шалабай ауылдағы жылпос жігіт Салыққа қолқа салған болады. Ал Салықтың Марқакөлдің жағасына келіп, Ардақпен бір-екі рет суға түсіп ойнағанын кемпірі де, қожа да сезген жоқ. Ардақтың өңі жүдеу. Алғашқы белгілері білінген кезде қызық көріп анасына айтқан болады. Сонда шүйкедей кемпір қызын тас қылып құшақтап алып, ертеңінен қара кешке дейін аңыраған еді. Ал бүгін Ардаққа өмір турасында, сол өмірдегі адам ата мен Хауана турасында біраз әңгіме шерткен. О баста адам бірақ денелі болған екен деседі. 4 аяғы, 4 қолы болған екен деседі. Жаратқан ием өзі пайда қылған пендесінің бұлайша ғұмыр кешіп, артында ұрпақ қалдыра алмайтындығын ескеріп, 2-ге бөлген екен деседі. Қыз бен жігіт, сүйіскен ғашық жандар осыдан басталған деседі. Ғашықтар деген не? Деп сұраған Ардаққа анасы жауап бере алмай көп қиналған. Қиналып отырып ертегі қиссалардағы бір-бірін сүйген ұлы махаббат иелері туралы біраз әңгіме айтты. Анасының әңгімесінен кейін Ардақ көзіле алмай ұзақ жатты. Кенет қатты қысылып ішін тарта ышқынып қалды да төсегінен аунап түсті. Көздері жаңа ғана ілінген қос қария бұл дүрсілге оянбады. Ішін басқан күйі атасының үстінен аттап сыртқа шықты. Өз үшін өз айқара ұстап алған Ардақ көлге жете алмай жығылды. Өзегін өкініш өртемес, дене дерті жайлаған. Кеше ғана толқынына салып тербеткен көл алыстап бара жатқан балалық шағындай қашаңдап қалыпты. Қанша жанталасып жылжыса да көлге жете алмай мысық ұрыт. Бұдан тек Марқакөл ғана емес, барша ғалам жырақ тастап, талақ тастап кеткен секілденді. Ол тұңғыш рет өз анасын биіктен көрді. Айналайын анамай, айналайын анамай, жаның неткен бері кет.
Сәбиді дүниеге келтіруден гөрі ақшоқын аунатып жіберу әлде қайда оңайлау шығар-ау. Айналайын анам-ай, айтшы ақылыңды. Менің кінәм не? Жазығым суға түсіп ойнағаным ба? Сол ғашықтар жайындағы ертегіні сәл ертереу айтсаң осынша отқа түспес педім, өрт күйге күймес педім. Айналайын анам-ай, айтшы ақылыңды. Неден сорлы болдым? Әлде мен туғанда қалжа жемедің бе? Әлде әкемді сүймеп пең? Әлде әкем сені сүймеп бет? Айналайын анам-ай, жұлып тасташы мынау тыпырлаған жаман немені. Кең дүние не деген тар едің? Жаңа сездім ғой. Жазығым не жаратқан ем? Жазығым не? Әке ағайыныңмен татуласып елге қайтар күн туар ма екен? Шықты ғой жаным. Құдайым-ай, айналайын анам-ай, қайдасың? Ұсташы белімді садаған кетейін. Әттең! Баж еткен дауыс естілгенде, құстай ұшып анасы да жетіп еді. Бірін-бірі қанша қуаласа да қосыла алмай қор болып құрып, ізінше жаңасы туындап жататын Марқакөлдің көк бұйра толқындары, арпалысып баз кешкен ағайындардың бірікпейтін тірлігіне ұқсап, қаз қалпында, бәз қалпында ілгерілі кейінді итінеді. Қожа тырбаңдаған қызылшақа нәрестені жоғары көтеріп тұрып, әкесінің аузын ұрайын. Байға тимесе тимей-ақ қойсын. Артында ат ұстайтын тұяқ қалды. Кемпір-ай, мына жылбысқы еркек бала ғой. Еркек бала! Деп Марқакөлге бір малып алып қойнына тыға салды. Сәбидің дүниеге келу мінін өз мойнына алған Марқакөл, әкең менмін деп тебірене көбірлеп жатыр.